Дональд Трампқа қастандық жасалды. Сәлем достар, сіздермен бірге Ньюс.kz арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. ақш-тың бұрынғы президенті Дональд Трамп сайлау науқаны аясында Пенсильванияда сөйлеген сөзінде оған оқ атылып, саясаткер құлағы қанаған күйі сахнадан кетуге мәжбүр болды деп жазады Спутник.kz. ақш-тың бұрынғы президентінің Батлер қаласындағы өз жақтастары алдында сөйлеген сөзі небәрі бірнеше минутқа созылды. Саясаткер заңсыз көші-қон проблемалары туралы айтқан кезде күтпеген жерден сөзін үзіп, үнсіз қалды. Кенеттен атыс естіліп, Трамп құлағын қолымен басқан күйі мінбер артына отыра кетті деп жазылған материалда. Бірнеше минуттан кейін оққағарлары Трампты қоршаған күйі оны іс-шара аумағынан алып кетті. Куәгерлер экс-президенттің құлақ тұсы қан екенін байқаған. Кейіннен Дональд Трамп құлағынан жараланып, көп қан жоғалтқаны және Пенсильвания штатындағы ауруханалардың бірінде ем алғаны белгілі болды. Трамп қазір ауруханадан шығарылып, оның денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Нью-Йорк Пост басылымы жазғандай, митинг кезінде оқ атқан 20 жастағы Томас Мэтью Крукс екені анықталды. Ол сахнадан 100 метрдей жерде орналасқан кәсіпорынның төбесінде жасырынып, жоспарын іске асырған. Осы оқиғаға қатысты әлем елдерінің басшылары мен саясаткерлер пікір білдіріп, мұндай қастандықты қатаң сынға алатындарын жеткізді.